Қас пен кірпік. Адамда қас пен кірпік болмапты. Маңдайдан тер аққанда көздің ішіне кіріп, удай ашытыпты. Шаң тозаңда көзге тез кіреді екен. Көз бір күні Құдайға арыз қылып: «Я Алла, мен қиналдым. Шаң мен теріден сақтайтын қорған бер», дейді. Мейірімді Алла дұғаны қабыл етіп, көздің төбесіне қасты, айналасына кірпікті қадапты. Осыдан бастан аққан тер қасқа тіреліп, көзді айналып ағатын болыпты. Кірпіктер көзді шаң тозаңнан қорғапты. Екеуі де көздің ажарын кіргізеді.